Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Доспол Хан. Бүгін Binance'ға регистрация мен верификация жасаймыз. Ол үшін реф сілтемелері арқылы өтіп, официалды сайт ашылады. Сол жерден зарегистрируйтесь с помощью телефона батырмасын басамыз. Одан кіргеннен кейін Gmail аккаунтыңызды жазып, пароль ойлап табасыз. Астында я ознакомился и соглашаюсь с условиями обслуживания батырмасын басып, создание личного аккаунтаны басып өтеміз. Біздің жаңағы Gmail аккаунтымызға келген SMS сандарды осы жерге жазып, отправить батырмасын басамыз. Официалды приложенияны App Store'дан немесе Google Play'дан жазып аласыз. Соған кіргеннен кейін логин батырмасын басып, өзіңіздің логиніңіз бен пароліңізді жазып кіресіз. Верификацияны осы приложение арқылы өтеміз. Верификация бұл жерде көрсетілгендей 2 күн болмайды, 10-15 минут болады. Сол себепті бұл жерге толық өзіңіздің жеке данныйларыңызды сол удостоверение немесе паспортқа қарап жазасыз. Өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз толықтай осы жерден оқып, не жазылған соның барлығын өтіп, продолжить пен ары қарай жалғастырасыз. Мінекей индекс барлығы жазылады. Одан кейін жаңағы сізге ыңғайлы құжатты алып, соның алдыңғы артқы 2 фотосын осы жерге жазамыз. Сделай фото. Документ загружен. Енді келесі бізге селфи жасау керек. Селфи жасаған кезде бетіңізде бұғат қылатын заттың барлығын алып, әдемі суретіңізді жасап, продолжитті басасыз. Тура солайынан ешқандай фильтр қолданбай, ешқандай бетіңіз жабатын, басыңыз жабып тұрған заттардың барлығын шешіп, видеоға түсеміз. Начать верификацию. Осы жерде видеоға түсіп өтетін боламыз. Видеода көрсетілгендей басыңызды оңға, солға бұрып, көзіңізді жұмып ашасыз. Одан кейін закрыть. Верификация бітті. Енді сізге күту қажет. Верификацияның аяқталуы туралы сізге жаңағы Gmail почтаңызға уведомление келеді. Сіздерге пайдалы болды деген ойдам. Ұнаған болатын болса лайк басып, менің каналыма жазылып кетіңіз. Мінекей верификация өтілді, құттықтаймын. Енді ары қарай өзіңіздің жаңағы официалды приложенияны ашып, сол жерге логин пароліңізді жазып, ары қарай қолдана бере аласыз. Сіздермен бірге болған Доспол Хан.